біздің жеңгемізге ешкім жетпейді. Осы әулеттің бір қызындайсыз деп жақсы сөз айтсаң, жеңгең одан бетер көтеріліп мастанбай ма, қуанбай ма? Сондықтан соны қуанту, көңіліне жақсы сөз сыйлаудың өзі бір сауап екенін біліңіздер. Адамның жүрегіне жол табу, оған жақсы сөз айту, оны қолдау, бұл ұлағатты дүние. Діндегі ол бір әшейін бейт, біз мән беретін нәрсе емес. Бір мұсылманды ренжіту жаңағы адам өлтірумен тең, оны өлтірумен тең. Не үшін? Адамды кәпір деп сөкпе дейді. Өйткені мұсылман дүниесінде ең адамға айтылатын сөз ол кәпір деген сөз. Сол кәпір деген сөзді айтпа деп айтады. Неліктен? Өйткені оның дәрежесі, ол жаман сөз ол дәрежесімен. Сондықтан мынау ренжіп қалады. Егер ол кәпір болмаса, сен оны өлтірген дейсің, және оның өзің кәпір боласың деген сөз осыдан шығар. Сондықтан сол жеңгеңізге рахмет айт. Кім барып жатыр біреудің рахмет айналайын деп қойыңыздар. Қыздар түсінем, біздің мамамыз ол, өзіміз барамыз деп өйтіп жасама. Рахмет, кейін сіз айтқан жақсы болады. Өтірік айтып мақтау керек пе дейді. Жоқ. Шындықты айт, бірақ жылы сөз. Мен мақтадым. Мына өзі қисық адам қисық түсінеді. Адам өзі керегін түсінеді, қисық адам қисық түсінеді. Мен мақта, оны космосқа іліп қой деп атқан жоқ ешкім. Барын бардай, жоғын жоқтай. Бірақ жылылық сөз сыйла, жақсы сөз сөйле. Мына ірік ауыздан шірік сөз шығады деген атаң қазақ. Сондықтан жақсы сөз жаныңа майдай жағады. Жылы сөйлесең, жылан шығар інінен, қатты сөйлесең, мұсылман шығар дінінен дейді. 30 жыл қатты сөйледік, 30 жыл қазақты қорладық біз. Бүйтсең тозақсың, бүйтсең өлесің. Сондағы біздің қазақтың жанының сүрінай соған шыдаған. Бір жылы сөзге зар болды біздің халқымыз. Мынау коммунистен құтылып, енді тәуелсіздік алып бір жылылық көреміз бе десек, біз ұрыстық, тозақпен қорқыттық, арам қылдық, кәпір қылдық, содан не өзгерді? Жоқ, мейірімдік танытыңдар жаным. Ағайынға бүйтіп алып тұрып, астағфирулла деген төмен түс айналайын. Сен кеше өзің астағфирулла істегенсің, соны ұмытпа, біреуді бүйтіп шұқыма, бүйтіп төмен түсті. Я Алла, мен бұдан жаман адам болғанмын. Пайғамбардың шөбересі Зайнал Абидин деген кісі оған, қыз тарапынан. Сол айтады, сені біреу жамандаса дейді, сен оған одан да жамандығыңды айтып бер дейді. Сен ешкім білмейтін жамандығымыз бар. Менің де жамандығым өзіме жеткілікті. Соны айтып бер дейді, сен жамандық. Мен андай емеспін деме дейді. Мен одан да жаман адаммын деп айт дейді. Сол кезде кішкене тәкаппарлығың төмен түседі дейді. Міне, біз біреуді шұқып қалдық қазір. Біреуді түртіп қалдық. Мына саусақты өзі бүйтіп, біреуге шұқығанға жақсы болып қалдық. Құдай осы бізге осы қазақ осы саусақты бермей қойғанда жақсы болатын еді. Мынаны бүйтіп чұқитын нәрсе таппасақ мұрын чұқимыз. Бұл дұрыс емес айналайын. Біз чұқығанды қояйық, сонда ел боламыз біз. Сонда алға дамимыз біз. Өзіңді чұқы, өзіңнің кемістігіңді чұқы, өзіңді же. Неге мен сондаймын? Неге мына Құранды бір аятын арабша оқи алмай жатырмын? Атам оқыған кітап еді. Мына Құттаған білік кімнің кітабы? Жүсіп Баласағұнның. Неге мен осыны оқи алмай жатырмын деп, соны қинал сен, сені атаңның кітабы. Сені дініңнен, тіліңнен, дәстүріңнен құртты. Енді соны орыстың кітабын оқып, не Лермонтовты оқи алмайсың қазір. Не бабалардың кітабын оқи алмайсың. Ни туда, ни сюда болып қалдық. Енді соқтан енді мүмкіншілік келді. Жарайды, 30 жылдан айтпай қояйын, өтті кетті, жақсы жаман. Енді бүгін түзелейік біз. Ұрпағымызды өз тілімізге, дінімізге, ділімізге, руханиятымызға алып келетін сіз мен мақта деп мен мақтап біреуді ілдеп атқан жоқпын. Шындықты айтып, бірақ көтеру, жылы сөзді айтуға болады ғой қазаққа. Соқтан жылы сөз айтыңыздар бір-біріңізге. Күннің астында жүрейік біз бәріміз. Осы бізге жетпей жатыр қазаққа. Қазаққа ақша жетпей жатқан жоқ. Дұрыс. Бізге мейірім жетпей жатыр бір-бірімізге. Қаза болған намазды бірінші оқу керек пе, әлде кірген намазды оқу керек? Қазан оқи бересіз. Дұрысы сол. Енді сахи тәртіп деген үкім бар, оны айтсам бастарыңыз қатып кетеді. Бірінші қаза оқитын бөлек адамдар. Біздің бүгіндегі адамдардың барлығы қаза намазын оқи береді. Бірінші кірген намазды оқи береді. Содан кейін уақыт болғанда қазанды оқи бересің жаным. 6 айлық баламның басына ай түсті. Не істеуге болады? Ырымдары бар ма дейді. Бар. Сол баланы, ай түскен баланы айдай ғып қазаққа тәрбиелеп беріп, иман, ислам, Алланы тану, ұлттық құндылықтары бойына сіңіріңіз, сол аймен жақсы болады бұйырса. Кейбір адамдар бетіңе жақсы сөйлейді, бірақ жоқ болсаң, ой артыңнан көп сөз айтады. Оған сабырмен қараймын. Сабырым таусылса қайтемін дейді. Артыңнан сөйлесе, значит сен алдындасың деген сөз болады. Сен артындағы адаммен салғаспасың, сен алға дамы. Сен алға қарай ұмтыл. Артындағымен өмір сүрме. Мен артымнан бүйтіп айттымдар. Саған рахмет айт оларға.
имам Хасан Басри деген үлкен ғұлама өткен да, соған жаңағы біреулер келіп айтты, жағымпазданып, бір ұстазбен бір ұстазды, бір имаммен бір имамды шағыстыратындар көп қой бізде де қазір. Ол кезде де күшті болған. Сіз туралы Хасан, анау туралы бүйтіп айтты сіз туралы деген кезде, бүйтіп табаққа алма, біраз нәрсе салыпты да, мен соларға апарып бер депті. Ойбай бетім-ай, олар сен туралы жаман айтып жатса, оған сыйлық берген не? Десем, сауаптарын маған беріп жатыр ғой, өздерінің. Менің күнәмді алып жатыр. Сондықтан мен оларға бір нәрсе берейін деген екен. Тап солай. Сондықтан алдындасын сен қуанда кет. Дамып, не қыласың, артпен өмір сүріп. Адам алға қарай өзім сүреді. Айтқан айтасың, маған айтып жатыр, отырып алып, неше түрлі аузына ақ ит кіріп көк ит жеп, не істейік енді? Айта берсін. Алла өзіне берсін, санасына берсін. Не айтамыз енді? Нумерология ширк па? Ширк. Ширк ол. Ширкті ширк дұрыс емес деп айту керек. Намаз оқып, мастер маникюр болуға бола ма дейді. Негізі маникюрліктің ішінде, егер намаз оқитын, бірінші маникюрдің ішінде лакпен жағатын болса, дәретте намазда ғұсылда өтпейді. Бірақ кутикуланы алу, обработка жасау, тырнақты әдемі күйге келтіру, әсіресе қыз балаларға, сонымен бірге қазір еркектерге де қатысты тырнақтар өгізде өсіп қап-қара астында кіріне дейін көрініп тұратында бар. Сондықтан, одан кейін қолдағы маникюрің жақсы болса да, ішің арам болса не пайда? Бірінші осын түсінейік. Сондықтан маникюрді қазір өзі бет жылтырдың заманы болып қалды. Мына бетің жылтыр болса, мен дана фильтр қойып алдым. Сол сияқты сондай жылтырлақ әдеміге көрінсең, ішің не болса ол болсын болды. Конфеттің сыртқы қабыршығы заманы болды. Не ғұрлым рекламаны күшті берсең, не ғұрлым жақсы көрсе, іші арам болса алам бола берсін, мына сырты адал жылтыраған заман болып тұр сондай. Қалтырақ заман болып тұр. Соның ішінде сізбен біз өмір сүріп жатырмыз енді. Ұрпағымыз ең болмаса дұрыс заманға келетін шығар енді. Сол үшін дұғадамыз, сол үшін еңбектеміз. Сондықтан, ардақтым, енді маникюр мәселесінде өзіңізге жасасаңыз, қыздарыңыз, жақындарыңыз бұда мәселе жоқ. Бірақ лак дінімізде, егер тек қана жаңағы жарылу, күннің суығы, денсаулыққа байланысты болса, онда жаңағы дәрет алып барып жақсаң болады. Жалпы тырнақтарды өсіру, немесе үстіне типсі жалғау, тағы қандай манипуляция бар. Соңын бүйтіп оған массаж жасау, бір-біріне жаңа еркектер әйелдерге, бұл жақсы нәрсе емес. Йога харам ба? Йоганың өзі гимнастикасы харам емес. Йоганы бүйтіп керілу, бұлай қозғалмаған бұлшықеттерді қозғау жақсы нәрсе. Біздің намазымыз, құлшылығымыз тек қана бір бағытта болады. Ал енді философиясы йоганың, жаңағы мантралары, күнге қарап отырулары, солардан көмек келеді деп есептеу барлығы ширк дұрыс емес болады. Алла қызметіне берекесін. Рахмет, Алла разы болсын. Баршамызға еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Жақсылықтарыңызға Алла өздеріңізге еселеп қайтсын. Алла береке берсін. Рахмет ниеттеріңізге. Хиджаб киетіндердің бәрі бірдей емес қой дейді. Сырты оранға болғанмен ішінде жатқан емес. Ішінде не жатқан білмейсің дейді. Сіз ішін не қыласыз? Біреудің ішін. Ішінде вирусы бар ма, қанша килограмм тезегі бар, қанша килограмм желі бар, сізге керегіне оның арамдығы бар. Ана бұрынғы қазір айтып отыр ғой, ана орамал таққан қыздар бұрын жезөкше болған, жаңа не деп қояды, құдай-ау, эскорт болған, олар өз жауабын береді. Сіз оған басыңыз ауырмай-ақ қойсын. Мен ондай болғанша өзім мындай болайын. Жоқ. Олар өз жауабын өзі береді жаным. Сен өзің түзе. Сен біреуге қарама. Бұрын эскортница болды ма, каратистка болды ма, вахабистка болды ма, ол өз жауабын өзі береді. Сіз өзіңіз түзеңіз. Біреу осындай болған, біреу келіп, орамалға келіп, намазға келіп жатса, қабыл болсын деген сөзді аузымыздан қимаймыз. Меккеге қажылыққа барып келдім десе, қабыл болсын. Ол Мальдиваға барып, жалаңаш болып, купальникпен бейіп жүрген жоқ қой. Ол Алла үшін атасы барған. Біздің атамыз Мальдиваға бармаған еді. Біздің адамдар жалаңаш о жаққа шомылмаған еді. Ата-бабаң, ешқашан. Ата-бабаң Меккеге барған еліміз біз. Ұлағатын сөз жерде халқым, елім, ұрпағым аман болсын деп, сізбен бізге дұға қылған еліміз біз. Енді сол Мальдиваға барғандарға, классно, лайк басып, анау купальникпен түскен суреттерін көтеріп, қандай бренд екен деп, қандай киінген өзің көресің. Біреу қажылыққа барып келіп, умрадағы суретін салса, мейлі оны сурет салу дұрыс емес, екінші мәселе. Бірақ салса, қабыл болсын деп айтуға, мына ауыз, мына қол бармай қалды. Бұл не деген сөз? Сондықтан қабыл болсын, жақсы сөзді бір-біріңізге айтыңыздар. Ол бұрын қандай адам болса, ондай болсын. Бұрын алдаған болсын, бұрын орынбаған болсын. Бұрынғысына өз жауабын береді. Алланың рахымы шексіз. Біз бір-бірімізге жақсы сөз айта білейік.
Сонда сенің келешегің жақсы болады. Біреуді аңдып, біреуге бүйтіп, біреуге теріс лайық қойып, біреуге жаман қайтесің. Қашан ұрпағыңыз не болады? Соны көріп жатқан, сіз өліп кетуіміз мүмкін, біз ажалымыз жетсе, бірақ бізден кейінгілер қарайды да соны. Сондықтан жақсы сөз айтыңыздар, жақсылықтың жаршысы болыңыздар. Сонда дұрыс болады. Қайтесің, бұрын не болды, оның бетіне орамал тақты, бұрын ол осыны. Әлбетте, менікі де сәл артықшылық, жаңа қайта жаңа номеріңді айтып жалмауыз, енді сол бір хит болып кетті ғой, енді хит болғаннан кейін айтып жатырмын. Хитовый болғаннан кейін хитовый сөздер айтатын болдық қой бізде. Бірақ қалай болғанда да айтайын дегенім, сол негізгі мәселе, біз бір-бірімізге дұрыс нәрсені насихаттауымыз керек. Жалпы кітаптар төңірегінде сұрап отыр, кітаптарды оқыңыздар. Кітап, ғылым, білім. Бірақ мына өзге діннің, өзге ағымның кітабы оқылмайды. Себеп, кез келген адам кітап жазғанда, ол махаббатын, бүкіл ынтасын қойып жазады. Бар ниетімен жазады. Сонда сіз Библияны оқысаңыз, білмеймін, басқа бір теріс нәрсе оқысаңыз, қазір психология оқу мода болып тұр, қазір психология оқу. Бәрі психолог шетінен. Сол психологияны, сол теріс психология, Дейл Карнегиді оқыңыз, мейлі басқасын оқыңыз, Флоренсаны оқыңыз, бәрібір қайсын оқысаңыз да солардың махаббаты, соның салған іліміне кіріп кету қаупі бар. Сондықтан сіздің атаңыз оқыған кітапты оқысаңызшы бірінші. Атаңыз дәстүрімізден ұласқан, жолымызбен үндескен, келешегімізбен бірлескен Құранды оқыған, пайғамбардың хадисін оқып барып, өзіне тұғырды бекітіп, содан кейін басқа нәрсе оқысаңыз бір бөлек. Ұстаз, фотолар ілініп тұрса, намазбен бірге Құран қабыл бола ма? Қабыл бола береді. Сурет тұрған жерде намаз қабыл болады. Қай жағында тұрса да, мәкрух болады деп айтылады. Енді арамға жақындатады, алдында тұрса ширк ретінде. Бірақ сіз оған бірақ негізі сурет қоймаған жақсы, үлкен қып, сурет қоюдың аса қажеті жоқ деп айтамыз. Қайын жұртты жек көретін күйеу бала туралы не айтасыз? Қайын жұртты жек көрген адам әйелінің қадірін дұрыс түсіне алмаған адам. Және өзінің қадірін дұрыс түсіне алмаған. Алдыңа ас әкеліп, өмірлік сенің жарың болған әйеліңнің атанасын, немесе күйеуіңнің атанасын, енесін, қайнатасын құрметтей алмағандар өзі құрметсіз адамдар. Түбі де құрметсіз болады. Неге? Өйткені атана үшеу болады. Дүниеге келтірген, тәлім берген, және қызын беріп, ұлын бергендер, бұлар қайната, немесе қайнене дейміз, немесе қайын жұрт дейміз. Бұлардың барлығы құрметтеуге лайықты адамдар. Құрметтеуге лайық деген сөз солардың қолына кіріп алып, аяқ қолын сүйіп жатып ал деген сөз емес, қайын жұртына. Бірақ тиісті құрметін жасап, оларға дұрыс қадірлей білу керек. Кафеге барсаң, бәріміз кафеге барсақ, кафедегі официант сіздің қолыңызға ең бірінші меню әкеп береді. Менюді ашып, алып келген қыз әдемі болса, рахмет деп ыржың-ыржың етесің. Тамақ алып келсе, ыржың-ыржың етіп рахмет айтасың. Ол сенің ақшаң үшін әкеп жатыр, күнін көру үшін саған жасап жатыр. Ал саған күнде тамақты бесплатно беріп, сасып кеткен, көгеріп кеткен киіміңді жуып, саған өмірлік жар болып, әрең шыдап, аузыңдағы денеңдегі иісіңе әзер шыдаған, мұрнын жауып тұрып әзер шыдап, сол иіске өзі үйреніп кетеді содан кейін. Сондай болған адамның ата-анасына, жақындарына сөз сөйлеген, әлбетте бұл надандықтан басқа еш нәрсе емес. Грубо айтатын болсақ, тұрмысқа шығу үшін арнайы оқылатын дұғалар бар ма дейді. Ойбай, сол дұғаларды білгілер, қыздар отырып қалмайтын еді ғой. Сондай дұға оқи бер, барлығын, Алла күйеуге шығу ниетіменен оқи бер. Одан кейін күйеуге шығып кеткеннен тасайса ма? Болды ғой, күйеуге шығып кеттің ғой. Зачем маған ол Құран? Қазір мен соны айтсам сізге. Содан кейін сіз күйеуге шығып алғаннан кейін вообще оқымай қоясың. Не болды? План орындалды ғой деп. Жоқ жан, оқи бер. Қандай дұға бәрін оқи бер, сол сізге күйеуге шығудың дұғасы болады. Сол перзент сүюдің дұғасы болады. Бізге именной дұғалар керек. Бір күні Мұса пайғамбар Құдайдан сұрапты. Құдай маған өзіме бір дұға үйретші депті. Конкретный, четкий дұға болсын депті. Алла тағала ла илаха илlallah депті. Сөйтсе Мұса пайғамбар айтты, ол ла илаха илlalланы елдің бәрі біледі депті. Елдің бәрі айтып жүрген ла илаха илlallah, маған өзіме хас, өзіме тікелей бір дұға үйретші депті. Сөйтсе Алла тағала ла илаха илlallah депті. Бүкіл армандарым, мақсатым жетілетін дұға үйретші, ла илаха илlallah депті. Содан кейін Алла өзі айтты дейді, қалам мұхидам. Егер ла илаха илlalлahны таразының бір бетіне қойсам,
бүкіл әлем, дүние, аруақ, тірі, өлісімен барлығын таразының екінші бетіне қойсаң, ла илаха иллаллахны еш нәрсе басамайды деген екен. Сондықтан тіліңіз кәлимада болсын. Ата бабаңның ұлы сөзі, пайғамбардың ұлы сөзі, Аллаға жаққан сөз. Кәлиматан хафифатан, ең жақсы иләл лисан. Пайғамбар айтады, екі сөз бар дейді. Тілге жеңіл, айтуға оңай, сақилатан иләл мизан, неде таразда ауыл болатын. Ол қандай дұға? Ол субханаллахи ва бихамдихи субханаллахил азим. Демек, субханалла, алхамдулилля. Осы сөздерді шаман келгенше айт, бірақ елдің көзінше субханалла, субханалла деп айтпа. Ішіңнен айт, ішіңнен айт. Сондықтан ла илаха иллаллахны өзіңнің ішіңнен айта бер. Максимально айт. Сонда жаман сөз айтпай қаласың, боғауыз айтпай қаласың, өсек, ұшақ, іштен айтпай қаласың. Не үшін? Жақсы сөзді көп айтсаң. Осындай жақсы нотада Алла разы болсын. Жазылмағандарыңыз міндетті түрде жазып қойыңыздар деген өтініш.